Антимонов Виктор Васильевич, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, полиатлоннан әлемнің 2 дүркін чемпионы, еңбекке және қорғанысқа дайын бол көп сайысынан Кеңестік социалистік республикалар одағынан 5 дүркін чемпионы, милиция подполковнигі. Виктор Васильевич Қостанай ауданының Половниковка ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. 1968 жылы Сачиковка ауылындағы орта мектепті бітіргеннен кейін Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтына түседі. Виктор Васильевичтің спортқа бейімдігін байқаған жаттықтырушы Рубцов Владимир Яковлевич оны өз қарауына алады. 1974-1981 жылдар аралығында еңбекке және қорғанысқа дайын бол көп сайысынан 5 рет Кеңестік социалистік республикалар одағының чемпионы атанды. 1986-1997 жылдары ішкі істер органдарында жұмыс істеп, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің Қостанай академиясында кафедра меңгерушісі болды. 1999 жылдан бастап Челябі мемлекеттік университетінің Қостанай филиалында дене тәрбиесі пәнінен сабақ берді. Әлеуметтік гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары кафедрасының доценті болып қызмет етті. Виктор Васильевич 1995 және 2001 жылдары полиатлоннан әлем чемпионы атағын иеленді. 2022 жылы оның есімін ұлықтау мақсатында Челябі мемлекеттік университетінің Қостанай филиалында мемориалдық тақта орнатылды.